Сәби дүниеге келгеннен бастап оның ай сайынғы даму ерекшеліктері. Бірінші ай. Бұл кезде сәбидің ұйқысы 18-20 сағатты құрайды. Кіндігі 3-15 күн аралығында түседі. Түскен кезде ешбір затпен өңдемей, өздігінен 3 аптаға дейін жазылады. Нәжісі сары, қоңыр, жасыл түстер болады. Тәулігіне 1 реттен 10 ретке дейін шығуы мүмкін. Сұйық немесе қоймалжың болады. Салмағын алғашында 10%-ға дейін жоғалтады. Екінші-үшінші апталарында аптасына 150-200 граммдағы жеті салмағына бастайды. Баланы ішпен жатқызсаңыз, басын көтеруге талпынады. Осы арқылы ол мойнын, арқасын және иығын жаттықтырады. Дыбыстарға назар аудара бастайды. Дыбыс естілген жағына басын бұрады. Ойыншықты көзімен бақылай алады. Және 1 айға толғанда баланы невролог, хирург, окулист тексеріп қарайды. Бала дамуының 2-ші айы. Бұл кезде ұйқысы тәулігіне 14-18 сағатты құрайды. Бала 2 айға толысымен оның көру қабілеті мен естуі жақсарады. 30 сантиметрден жарты метрге дейінгі заттарға қарай алады. Жарық пен қараңғыны айыра алады. Шамамен 15 минут заттарға немесе басқа да ойыншықтарға қарап тұра алады. Баланы ішпен жатқызған кезде басын көтеріп, біраз уақыт, яғни 20 секундтай тік ұстап тұратын болады. Басын жан-жағына бұруы да мүмкін. Бала өзінің қолына қарап зерттейді. Ол жұдырығын аузына апарып сорады. Эмоциясы да дами бастайды. Реніш, назын, қуанышын білдіре бастайды. Ата-анасын танып біліп, оларды көрсе қуанады. Ал сіз төсекке еңкейсеңіз, сәби аяғы мен қолын жылдам қозғап, тыпырши бастайды. Бетіңізге қарап күлуі де мүмкін. Уілдеген дыбыстар шығара бастайды. Бетіне қарап әңгіме айтсаңыз, жауап қайтарады. Сондықтан баламен жиірек сөйлесіп, оған ән айтуыңыз керек. Сонда сәбиіңіздің де сізбен бірге әндеткенін көресіз. Салмақ қосуы. Ұл балалар 800 граммнан 2 килограммға дейін салмақ қосады, ал қыз балалар 700 граммнан 1,8 килограммға дейін салмақ қосады. Баланы жиі шомылдырып массаж жасаймыз. 2 айға толғанда емханаға екпеге шақыртады. 3 айлық бала. Бұл кезде баланың физикалық, психикалық, эмоционалдық дағдылары жетіле береді. Бала басын күннен күнге жақсы ұстайтын болады. Кейбірі ішімен жатқанда білегін тіреп көтеріліп жан-жағына қарай алады. 3 айға толғанда жұдырығын жазып, қолына сылдырмағын алып, қызығушылық тудырған заттарға қолын соза бастайды. Балалар қолына қарап зерттеуін жалғастырады. Айдың соңына дейін ең белсенді балалар аяғын тануға көшеді. Бала қолына алған барлық затты аузына салатын болады. Бала жақын адамдардың бет әлпетіне мұқият қарап, көңіл күйін біліп, олардың бет қимылына еліктей алады, дауыстарды ажыратады. Бала дауысын шығарып күледі, баланың тілі дамый береді, оларға ұзақ былдырлап, уілдеп сөйлеген ұнай бастайды. Кейбіреулері аунай бастайды. Ұйқысы 14-16 сағатты құрайды, салмағы 4,5-8,5 килограмм аралығында болады. Бойы 56-66 сантиметр аралығы. Бұл кезде де баланы күн ара шомылдырса болады, массаж жасай беру керек. Бұл кезде бала сергек бола бастайды, сол себепті баламен көп әңгіме айтып, уілдеген даусына жауап қайтарып отыру керек. Баланың 4 айы. Бұл кезде бала басын нық ұстайды. Баланы қолға ұстағанда да, ішімен жатқызғанда да ол басын бұрып, заттарға қарай алады. Бала ішімен жатып, шынтағын тіреп көтеріле алады. Ал кейбір балалар қолын тірейді. 3 айдан 4 айға дейін бала өз бетімен аунайды. Заттарды саналы түрде тани бастайды. Бала сылдырмақты өзі алып, онымен ойнай алады. Бала жақындарын жақсы ажырата алады. Көрген сәтте күледі. Бұл кезеңде анасынан бөлек қалу қорқынышы басым болады. Сондықтан да бала оны 1 секундқа да жібергісі келмей, бірден жылай бастайды. Сондықтан оған көбірек көңіл бөліңіз, және бұл кезеңде жақын арада өтіп кетеді. 4 айында баланың сүйікті ойыншықтары пайда болады, және ол айнадағы
көрінісіне қызығушылық танытып, әртүрлі дыбыстарды мұқият тыңдайды. Күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді бірден таниды. Мысалы, анасының омырауын көргенде еметінін, шешіндіргенде суға түсетінін біледі. Ұйқысы 13-15 сағатты құрайды. Салмағы 6,2-7,8 кг аралығында болады. Ойы 58-68 см аралығы. Бұл кезде балаға ку-ку ойнатыңыз, алақайды үйретіңіз. 5-ші ай. Физикалық даму. Әртүрлі бағытқа сенімді аунай алады. Ішімен жатып, шынтағымен немесе алақанымен тіреліп көтеріледі. Бір қолын тіреп, санымен жартылай жатып, отыруға дайындалып жатқандай позада болады. Қызығушылық тудырған заттарға жетуге тырысады. Қолтығынан ұстаса, тұра алады. Табанын ұстап, аузына қарай тартып, жалауы мүмкін. Бөтелкені өзі ұстай алады. Психоэмоционалдық дамуы. Жақындарын басқалардан бөле бастайды. Бала ата-анасының қолында қуана-қуана отырады. Бірақ оған басқа адам жақындаса немесе оны көтеруге тырысса, бүршеуі немесе тіпті жылауы мүмкін. Барлық жерде қуанышын күлімдеу арқылы білдіреді. М, Б, П, И сияқты дыбыстарды шығара бастайды. Бала суреттері бар кітаптар, журналдарға қызығады. Үйдегі адамдардың іс-әрекеттері мен даладағы машина мен құстар да қызықтырады. Бәрін қызық көретін сәті. Ұйқысы 12-14 сағатты құрайды. 10 сағат түнгі, 1-2 сағат 2 рет күндізгі. Салмағы 6,7-8,4 кг аралығы. Бойы 61-67 см аралығы. Бұл кезде әдеттегідей аптасына 3 реттен кем емес шомылдыру, массаж, гимнастика. Жануарлар дауысын салып, ку-ку ойнаңыз. Балаға қуаныш көп сыйлаңыз, құшақтаңыз. 6 айлық баланың физикалық дамуы. Жер бауырлап жылжуды бастайды. Ондай кезде аналар көптеген заттарды баланың қолы жетпейтін жерге қоюы керек. Жерге қолын тіреп, кеудесін көтереді. Тіреусіз өзі отыра бастайды. Бала әртүрлі заттарды сенімді түрде ұстап, тұра алады. Оларды екі қолмен кезектесіп ұстауды да үйренеді. Қоршаған кеңістікті зерделейтін кезең. Бала қолына түскен заттың бәрін аузына салып, ойыншықтарды бұза алады. Күнделікті алғашқы дағдылар қалыптасады. Тамақтану уақыты басталғанда балалар қасықтың қандай екенін біледі. Ересектер ішетін кесемен ішуді үйренеді. Емгенде анасының омырауын ұстап емеді. Психоэмоционалдық дамуы. Баланың ақыл-ойы дамиды. Олар бұл уақытта өз әрекеттерінің салдарын түсіне бастайды. Мысалы, ол ойыншықты лақтырса, құлап түсетінін және қандай да бір заттың түймесін басса дыбыс шығатынын біледі. Жаңа көрген затына тамсанып ұзақ қарап зерттейді. Аузына алып барып дәмін де көреді. Тілінің қалыптасуы жалғасады. 6 айлық балалар буындарды сенімді қайталай алады. З, С, Ф секілді дыбыстарды меңгереді. Қуанғанын күлумен, аяқ-қолын қозғап құшақтанумен білдіреді. Ренішін айқаймен, ыңырсумен, жылаумен білдіреді. Ұйқысы 10-13 сағатты құрайды. Салмағы 7,1-8,8 кг аралығында болады. Бойы 65,5-69,8 см аралығында болады. Осы кезде баламен таза ауада серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Жануарлар дыбысын шығарып ойнаңыз. Көбірек әңгімелесіңіз. 7 айлық бала. Физикалық дамуы. Бала бұл кезде айтарлықтай белсенді бола бастайды. Сенімді түрде жер бауырлап, кейбіреуі еңбектей бастайды. Екі қолына да зат ұстап, оларды бір-біріне соққылап ойнай алады. Ойыншықтарды жерге қойып, лақтыра бастайды. Бөтелкенің өз қолымен ұстап іше алады. Қолтығынан көтеріңкіреп демесеңіз, тұра алады. Психоэмоционалдық дамуы. Бірнеше сөздерді түсінеді, өзінің есімін біледі, есте сақтау қабілеті қалыптасады, жақындарын таниды, былдырлап сөйлейді, буындарды айтады. Ұйқысы 10-13 сағаттай, салмағы 7,4-9,2 кг аралығында, бойы 67-71 см аралығында. Ойыншықтардың барлық ұсақ бөліктерінің мықтап бекітіліп тұрғанына көз жеткізіңіз. Өйткені 7 айлық балалар қолына түскеннің бәрін аузына сала береді. Баланың ұсақ моторикасын дамытыңыз. Оған жіпте тізілген әртүрлі түстер мен пішіндегі
ағаштан жасалған ойыншықтар жақсы көмектеседі. 8 айлық бала. Бала бұл кезеңде белсенді еңбектейді. Кейбірі кез келген тіреуішке еңбектеп барып, орнынан тұруға тырысады. Бұл кезеңде бала өздігінен ешкімнің демеуінсіз өзі отыра береді. Баланың ойындары мағыналы бола бастайды. Сәби ойыншықтарды қорапқа немесе кез келген нәрсеге салуды біледі. Бұл кезде бала қасықты өзі ұстап, тамақтанғысы келеді. Сондықтан баланың бұл қалауын жігерлендіру қажет. Сонда кейінірек балаңызға осы дағдыларды үйретудің қажеті болмайды. Бала ойыншықты алып кел деген сияқты қарапайым нұсқауларды түсінеді. Денесінің қандай да бір бөлігін көрсете алады. Кейбірінде бірнеше тістер болады. Психоэмоционалдық дамуы. Бірнеше сөздерді түсінеді. Өз есімін таниды. Анасын қатты жақсы көреді, қасынан қалғысы келмейді. Өз жақындарын жақсы таниды. Бейтаныс адамды жатырқайды. Бұлдырлап бірнеше буындарды айта алады. Тіпті алғашқы сөзін айтуы мүмкін. Ұйқысы 10-12 сағат, салмағы 7,7-9,6 кг аралығы, бойы 68,4-72,8 см аралығы. Бұл кезде балаға аптасына 3 реттен кем емес шомылдыру, тірек қимыл аппаратын жақсарту мақсатында массаж, гимнастика жасау керек. Және бұл кезде бала аузына әртүрлі ойыншықтарды сала беретін болғандықтан, өте оның ойыншықтарына мән беріңіз, ұсақ ойыншықтарды, әсіресе магниті бар ойыншықтарды бермеуге тырысыңыз. 9 айлық бала. Бұл кезде баланың физикалық дамуы сенімді түрде орнынан көтеріліп, тіреуішке тұра алады. Диван, төсек, столдарды жағалап жүреді. Еңбектеу кезінде бұрылып, кері бағытқа қарай еңбектеп бара алады. Өздігінен отырып жатып тұратын болады. Бала көзі түскен барлық нәрселерге жетуге тырысады. Қолына нан, печенье беріп қойсаңыз, жей алады. Психоэмоционалдық дамуы. Бер, әкел, қой, тамағыш, болмайды және тағы да басқа сөздердің мағынасын біледі. Жақындарын таниды, таныс еместерден жатырқайды. Суреттерге мұқият қызығып қарайды. Алақай ойнайды, привет, пока деп қолын бұлғай біледі. Ұйқысы 10-13 сағаттай, салмағы 8-9,9 кг аралығында болады. Бойы 69,7-74,2 см аралығында болады. Күтімі. Жеке гигиенаны үйрете бастау. Қолын, бетін, тісін жууды үйрету. Балалар дамуына үлес қосатын ойыншықтармен ойнату. Баланың қызығушылығын ашатын түрлі түсті суреттері бар кітаптар алып беру. Баланың қауіпсіздігіне мән беріңіз. Өздеріңіз тамақ ішетін үстелдің шеттеріне ыстық шай, тамақтарды қоймаңыз. Қолмен тартып қалу қаупі бар. Ұсақ ойыншықтарды бермеңіз. Жұтып қою қаупі бар. 10 айлық баланың физикалық дамуы. Бала үлкендердің қолдауынсыз өзі тұра алатын болады. Бала бір қолында 2-3 кішкентай затты ұстай алады. Шкафтардың есігін ашып, жабып, тартпаларды тарту керек екенін біледі. Допты домалатып лақтырады. Қолына печенье берсе өзі жей алады. Қасықпен тамақ жеуді, кесемен су ішуді үйрене бастайды. Жаңа заттарға қызығушылықпен қарайды. Психоэмоционалдық дамуы. Бер, әкел, қой, тамағыш, болмайды және тағы да басқа сөздердің мағынасын біледі. Үлкендердің іс-қимылын қайталайды. Мысалы, телефонды алып, құлағына алып барады. Сіз құшақтасаңыз, бала сізді де құшақтайтын болады. Салмағы 8,5-10,5 кг аралығы, бойы 70-75 см аралығы. 11 айлық бала. 11 айда бала ешқандай қолдаусыз-ақ алғашқы қадамдарды бастай алады. Бала бір адамнан екіншісіне немесе тіреуішке сүйкеніп тұрған жерінен анасына дейінгі қысқа қашықтықта жүре алады. Бала тамақты қасықпен жегісі келіп, кеседен су ішіп, киімін өзі киіп шешуге тырысады. Допты домалатып лақтырады. Психоэмоционалдық дамуы. Я, жоқ, болмайды деген сөздердің мағынасын жақсы түсінеді. Я, жоқ дегенді басын изеп білдіре алады. Бала қызығушылық танытқан затына қарап, саусағымен көрсете алады. Осылай ересектермен қарым-қатынас жасай бастайды. Мама, папа, ата, апа деген секілді 2-3 сөзді
анық айтуы мүмкін. Сәлем, сау бол деген қимылдарды оңай есте сақтап, қолын бұлғай алады. Бұл айда балалар өте сезімтал болады. Тез күліп, тез жылай салады. Бейтаныс жерде ұялып, бөтен адам көрсе қорқа бастайды. Ал бұл көріністер бала психикасының қалыпты дамып келе жатқанын көрсетеді. Салмағы 8,5-10,5 кг аралығы, бойы 73-77 см аралығында болады. Ескеретін жайт, бұл айда баланың өзінің дербестігін ынталандыру керек. Бәрін өзіне істетіп үйрету керек. Әсіресе осы жаста мақтау естігенді жақсы көреді. Істеген бір істі болса да мақтап, еркелетіп отырыңыз. Бала 1 жасқа толғанда қарапайым сөздерді түсінеді және жақындарының сұраған өтінішін орындайды. Сонымен қоса ересектердің іс-әрекеттерін еліктеп, төртбұрыштар жинайды, пирамида құрастырып, күрделі қимылдарды да жасайды. Бұл кезде бала еңіс жерге көтеріліп, сырғып түседі. Диван, креслоларға шығып аунайды, еденге сырғып түсуді біледі. Өздігінен тұрады, отырып, тұрады, еңкейеді, бір қолмен сүйеніп жүреді. Ересек адамның көмегімен балалар төбешігінің баспалдағына көтеріледі. Өз бетімен біреудің көмегінсіз бірнеше қадам немесе 3-5 метрге дейін жүреді. Үлкендердің үнемі жасайтын қимылдарына еліктейді. Өзі секілді балалардың қарапайым қимылына еліктеп, қол шапалақтап, ұрып ойнайды. Танымдық дамуы. Өз бетімен де ересек адамдардың іс-әрекеттеріне еліктейді, пирамиданың өзегіне 3-4 сақина тізіп, қайта бұза алады. Біреудің көрсетуі бойынша және өзі еркімен заттардың қақпағын ашып жабады. Төртбұрыштарды бір-біріне қоюды біледі. Бір ойыншықпен әртүрлі іс-әрекеттер жасайды. Мысалы, қуыршақпен ойнағанда оны тамақтандырып, бетін сүртеді, шашын тарайды. Яғни еліктеу, үлкендердің өтініші бойынша немесе жеке ойындарда 2-3 әрекетті әр қайсысын жекелеп орындайды. Қатарластарының ойнау әрекеттеріне еліктеп қайталайды. Дөңгелегі бар ойыншықтарды алға итеріп, допты домалатады. Есікті өздігінен ашып жауып, жәшіктерді өз күшімен қозғайтын болады. Эмоционалдық және әлеуметтік дамуы. Ойыншықтармен, әсіресе сүйікті ойыншығымен ойнаған кезде күлімсіреп қуанады. Бұрамалы ойыншықтарды ересектермен көңілді ойын ойнағанды ұнатады. Дегенмен олар болмайды деген сөзді естісе, үлкендер даусын бірден көтеріп сөйлесе, қалаған нәрсесін жасай алмаса, қыңырланып, көңілі толмай отырғанын білдіреді. Жақын адамы келсе, қуанады. Ересектердің мимикасына еліктейді. Өзі секілді балалардың қимылын, ойын кезіндегі қозғалыстарын қайталайды. Қиын, бейтаныс жағдайларда түсіндіруді талап еткендей білдіріп, ересек адамдарға қарайды. Бейтаныс адам келсе, жатырқайды. Жақын адам суреттен танып қалса, күлімдейді. Кітаптардағы суреттерге қызығушылық танытады. Музыканың немесе әннің әуенін мұқият тыңдап, тыпыршып кетеді және соған күлімдейді. 1 жастағы баланың сөйлеу дағдысының дамуы, сөзді түсінуі. Үлкендердің өтініші бойынша ойыншықтармен таныс әрекеттер жасайды. Ересек адамның ананы көрсетші деген өтінішінен кейін өзіне таныс ойыншықтың біреуін көрсетеді. Жақындарының сұрауы бойынша төртбұрышты кірпіштен, доптан ажыратып таба алады. Қой, бер, апар, шап, аш деген өтініштерді орындайды. Болады, болмайды деген сөздерге бағынады. Өз жақындарының, үлкендердің атын біледі. Аты аталған танысына бірден қарай кетеді. Киімдерінің, үй заттарының қалай аталатынын біледі. Өзі немесе біреу кетіп бара жатса, ересектердің сау бол деген сөзіне жауап ретінде қол бұлғайды. Бетін орамалмен сүртеді. Белсенді сөйлеуі 8-12 сөз. Жеңілдетілген сөздермен ересек адамның бұл кім деген сұрағына жауап береді. Жеңіл сөздерді заттармен және іс-әрекеттермен байланыстыра алады. Таныс дыбыстарға және қозғалыстарға оңай еліктейді. Мысалы, жылау, күлімдеу, жөтелу, ән айту, жануарлар секілді дыбыс шығарып айқайлайды. Телефонмен сөйлескенде біреудің әрекетін қайталайды. Әннің ырғағына еліктеп билейді. Басқа балалардың түсінікті сөздеріне еліктейді. Ересек адамдарды қайталап, жаңа сөздерді оңай қолданады. 1 жасқа толған баланың тұрмыстық дағдылары. Кесені қолмен ұстай отырып, сусын ішеді. Нан, печеньені тістеп жейді. Киім киетін немесе шешінетін кезде үлкендердің айтуы бойынша қолын, аяғын көтереді.
жуынатын кезде қолын суға созады, сүлгімен сүртінеді. Тазалық бұзылған кезде мазасызданып горшокқа отырғысы келеді.